Ассалаумағалейкум. Маңғыстау облысы Әділет партиясына бір сұрақтар бар еді қоятын. Алдымызда сайлау келе жатыр. Соған байланысты мен Мұнайлы ауданының тұрғынымын. Нұрлан Жәрдемұлы. Мына Әділет партиясының мүшелерін осы Басқұдық ауылы Мұнайлы ауданы қалаға көп қашық емес, тиіп тұр, Ақтау қаласына келіп халықпен кездесіп, болашақ жоспарларымен таныстырып, және де біздердің ауылымыздың, Басқұдық ауылының өзекті мәселелерін тыңдап, соларды өздерінің жоспарына кіргізіп, болашақта соларды өзекті мәселелерді шешу мақсатында. Бізде жазда су тапшы, ол жыл сайын солай, тек биыл емес. Тоқ азайып кететіні, ол жазда қыста азайып кетеді. Және де жол мәселесі, ауылымызда жол. Жаңбыр жауса суға батамыз, балшыққа батамыз. Жылда солай. Енді оның кейбір мекемелер келіп жол салған болады, шебін төктік деп ақшамызды алып кетеді. Ауылымызда 40 миллион теңге жоқ. Бүгінгі таңда жоқ соның. Нәтижесі де жоқ, ақша да жоқ. Сондай жағдайда кешіп жатырық. Соларды өз құлақтарымен естіп, мына алдағы жатқан сайлау жоспарларына қосып, халықпен кездесу ұйымдастырса, сол керек. Сол үшін Мұнайлы ауданы Басқұдық ауылына шақырамыз.